Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге ECP ключ ашуды көрсететін боламын. Телефон арқылы. Ең алдымен App Store'ға немесе Play Market'тен EGOV приложениесін жүктеп аламыз. EGOV деп жазамыз, осылай енді жүктейміз. Бізде енді EGOV приложениесі толығымен жүктелді. Енді ашу батырмасын басамыз. Осы разрешить деген батырманы басамыз. Жоғарысындағын. Енді осы жерден өзіңізге ыңғайлы тілде таңдайсыз. Енді кіру батырмасын басамыз, тіркелу деп. Осы жерден жаңа ECP'ны шығару деген батырманы басамыз. Бізде осындай бет ашылады. Осы жерге имеңізді және телефон номеріңізді жазатын боласыз. Енді осы жазған телефон номерлеріңізге SMS код келеді, соны енгізетін боласыздар. Рұқсат беру батырмасын басамыз. Енді осы жерден начат деген батырманы басамыз, разрешить етеміз. Келесі бізде осы жерге жаңа пароль енгізетін боламыз. Мына жерде өзі ойлап тапқан пароль енгізуге болады, бірақ ол ұзақ болады және есте сақтай алмайсыз. Сондықтан өзіңізге ыңғайлы пароль жазатын боласыз. Мына жерде үлкен әріп ағылшын тілінің және кіші әріптер болу керек. Сонымен қатар осы жердегі арнайы таңбалардың бірі болу керек. Жалғастыру батырмасын басамыз. Енді осы жерге 4 сандық кодты, яғни EGOV-ға кірген кезде жазатын 4 сандық кодты теретін боламыз. 2 рет тереміз. Енді таныстым деген батырманы басатын боламыз. Сізге Face ID пайдалану керек пе, керек емес пе, оны таңдайтын боласыз. Осылай біз кіретін боламыз. Мына жерде мен аты жөнімді, енімді шығарып тұр, осылай кірдік. Достар, енді осы ашқан ECP ключімізді керек адамға жіберетін боламыз. Ол үшін WhatsApp желісіне кіреміз. Кірген кезде яғни керек адамға жіберу үшін сол адамға кіреміз. Осы жерден плюс батырмасы тұрады, сообщение жазатын жерде. Сол жағында осыны басамыз. Басқан кезде ішінде документ деген батырма тұрады. Соны басатын боламыз. Басқан кезде тағы да мына жерден бірінші батырма, яғни Vivratis файлов деген батырманы басамыз. Енді осы жерден жоғарғы жағындағы обзор деген батырманы басамыз. Басқан соң бізде осындай бет ашылады. Осы жерден место деген бөлімнің екінші бөлім тұрады, на iPhone деп. Осыны басамыз.
басқан кезде мына жерде тағы да EGOP мобайл приложениесін шығып тұр. Осыны басамыз. Енді осы жерден соңғы ашқан ECP ключімізді, яғни біз жаңа 1337-де аштық, соны жіберетін боламыз. Енді открыть деген батырманы басамыз. Отправить етеміз. Міне бізде осылай сәтті жіберген болатын боламыз. Міне барлығы бізде жіберілді осылай. Өстіп ашқан ECP ключімізді керек адамымызға жіберіп отыратын боламыз. Егер менің арнам пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, енді осы EGOP приложениесіне ECP ключ арқылы кіруді көрсететін боламын. Ең алдымен жаңағы ашқан ECP ключіміз болады, немесе телефоныңыздағы ECP ключіңізді басасыз. Осылай үстінен басқан кезде төменгі жағында, сол жағында жіберу батырмасын басамыз. Осы жерден төменгі жағынан EGOP мобайл приложениесін басамыз. Енді сохранить деген батырманы басатын боламыз. Осы жерден готово деп шығамыз. Енді EGOP приложениесіне кіреміз. Кірген кезде басты беттен, немесе басты беттен кіру және тіркелу дегенді батырмасын бассаңыздар болады, немесе мына жердегі профиль батырмасында авторизациялау деген батырманы басуға болады. Енді кіру тіркелуден мен мына жерден таңдаймын. Жаңа ECP-ны шығару немесе ECP-ны пайдалану деп тұрады. ECP-ны пайдалану деген батырманы басамын. Қол қою үшін ECP-ны таңдаймыз. Мына жерден ECP-ны таңдаймын, астында тұрған. Енді осы жерге ECP-ның паролін енгізетін боласыздар. Паролін толығымен енгізіп болған соң кіру батырмасын басамыз. Енді осы жерге 4 сандық кодты ойлап табатын боласыздар. Яғни бұл осы приложениеге кіру үшін ұмытып қалмаңыздар оны. Енді тағы да қайтадан енгізетін боламыз. Сол 4 сандық кодты енгізіп болған соң мынандай бет ашылады. Осы жерден таныстым деген батырманы басамыз. Телефоныңызда Face ID пайдалану немесе керек емес деген батырманы басатын боламыз. Міне осылай тіркелдік. Кірдік, ішіне EGOP-ға осылай сәтті кірген боламыз. Достар, міндетті түрде ескере кететін бір жайт бар. Бұл негізі осы ECP-ны телефон арқылы кіру тек iPhone-дарға ғана арналған. Осылай сәтті кірген боламыз. Егер менің видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға қойсаңыздар болады. Егер ECP-ны аша алмай жатқан жағдайда менің ақылы көмегіме жүгінсеңіздер болады. Видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.